Сәлем балақай. Бүгін каналда көргеніме өте қуаныштымын. Біздер математика сабағының 29-шы сабақ дециметр деген тақырыппен танысатын боласың. Бұл да сен үшін жаңа түсінік, жаңа тақырып, сондықтан сабақты мұқият соңына дейін қара. Оқулығымызды ашамыз. Алдыңғы сабақта біздер ұзындық өлшем бірлігінің сантиметр дегенмен түрмен таныстық, я? Ал бүгін дециметр. Бұны түсіну үшін бірінші суретке назар аударайық. Суретке қара. Сырыма келген фотосуреттердің ұзындығы мен ені нешеге тең? Кәне, бұл ені, заттың қысқа бөлігі, бұл ені, ал осыны ұзындығы деп аталынады. Ені суреттің 7 сантиметрге тең, міне 0-ден бастап есептейміз, сызғышты 0-ге қойып 7-ге дейін, ал ұзындығы 0-ден басталып тұр 10-ға дейін. Енді есіңде сақта. 10 сантиметр бұл 1 дециметр. Егер заттың ұзындығы 10 сантиметр болатын болса, біздер оны 1 дециметр деп те есептей аламыз. Келесі. Дециметр дегеніміз қысқартылған түрінде дм деп жазылады. Бұл да ұзындықтың өлшем бірлігі. Суретке назар аударамыз. Суретте отбасының суреттерді қарап, бұл рамкаге салуға қарап жатқандығын көреміз. Әкесі сызғышпенен суреттің ұзындығын өлшеп отыр. Енді бұл жерде берілген рамканың ұзындығы 10 сантиметр, ені 7 сантиметр. Жоғарыда көрсетілген сурет бұл рамкаға сәйкес келеді. Әрі қарай келесі тапсырма. Сыныптан және үйден ұзындығы 1 дециметр, 9 сантиметр, 10 сантиметр, 8 сантиметр болатын заттарды тап. Оларды салыстыр. Бұл үйде немесе сыныпта әртүрлі заттарды алып, оларды ұзындығын өлшеу қажет болады. Және олардың ішіндегі ұзындығы 1 дециметр, яғни 10 сантиметр болған затты 9 сантиметр, 10 сантиметр, 8 сантиметр болған заттарды табу қажет және салыстыру қажет. Келесі жұптық жұмыс. Бұл жерде таспалар берілген. Екеуінің ұзындығын қосқанда 1 дециметрді құрайтын, яғни 10 сантиметр болатын. Екі жолақты таңдап ал. Үлгі бойынша қосумен азайтуға мысалдар құрастыр дейді. Бұл жерде берілген жолақтардың ұзындығын өлшеп шығамыз. Бірінші жолақтың ұзындығы 2 сантиметрге тең. Келесі жолақтың ұзындығы 3 сантиметрге тең. 4 сантиметр. Өзіңде үйден қарап сызғышпен өлше. 5 сантиметр. 6 сантиметр. 7 сантиметр. Және 8 сантиметрді құрайды. Енді осының ішінен бізге осындай мысалдар құрастыру қажет болады. Қане? Бірге құрастырайық. Бұл жерде мына екі жолақты алып, сол бойынша мына жерде мысал құрастырған. Тағы да қандай екі санды қосқан кезде 10 дециметр болатын мысалды көруге болады. Мысалға 7 сантиметрлік жолақпенен 3 сантиметрлік жолақты бір-біріне қоссақ болады, немесе 6 сантиметрлік пенен 4 сантиметр жолақты бір-біріне қоссақ болады. Қазір біздер мысал ретінде 3 сантиметр және 7 сантиметрді біріне қосатын боламыз. Қосылған 7 сантиметр тең болады 10 сантиметр. Немесе 1 дециметр болады. Келесі, екі қосылғыштың орнына ауыстырамыз. 7 сантиметр қосылған 3 сантиметр тең болады 10
сантиметрге. Келесі бұны азайту арқылы тексереміз. 10 сантиметр азайтылған 7 сантиметр тең болады 3 сантиметрге. Келесі 10 сантиметр азайтылған 3 сантиметр тең болады 7 сантиметрге. Осы сияқты 6 және 4 сантиметрлік жолақтармен мысал құрастырсаң болады. Келесі тапсырма. Есепте. Бұл жерде біздер бірдей өлшем бірлікті бір-біріне қоса аламыз. 4 сантиметр мен 3 сантиметрді бір-біріне қоса аламыз. Ал егер бұл жерде дециметр, екіншісі сантиметр деп тұратын болса, біздер ол екі өлшем бірлікті бір-біріне қоса алмаймыз. Так, енді бұл жерде 4 сантиметр қосылған 3 сантиметр тең болады 7 сантиметрге. Келесі 1 дециметр қосылған 5 дециметр тең болады 6 дециметрге. Бұл жердегі өлшем бірлік қандай болатын болса, мәніндегі өлшем бірлік сондай болады. Келесі 10 сантиметр азайтылған 5 сантиметр тең болады 5 сантиметрге. 9 дециметр азайтылған 3 сантиметр тең болады 6 дециметрге. Осымен бүгінгі дециметр тақырыбына арналған сабағымыз аяқталды. Тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше.